Адамның үйі – оның тыныштығы, берекесі, жан дүниесінің панасы. Қазақ халқы ежелден үйіңе қарап, иесін таны деген. Бұл сөздің астарында терең мағына жатыр. Үйіңе кім келеді, кім кіреді, сол сенің өміріңе де әсер етеді. Көпті көрген қариялар босағаңды әркімге бірдей аша берме деп бекер айтпаған. Өмір тәжірибесі көрсеткендей, кей адамдар бар. Сырттай жақсы көрінгенімен, ішкі ниеті басқа. Ондай адам үйіңе кірсе, берекең кетеді, көңілің бұзылады. Сондықтан ең алдымен ниеті бұзық, іші тар, қызғаншақ адамдарды үйіңе жолатпа. Қазақта іші тардың үйі тар деген сөз бар. Ондай адамдар сенің жетістігіңді көре алмайды. Әр сөзімен, әр ісімен көңіліңе күмән мен ауырлық түсіреді. Екіншіден, өсекші, сөз тасығыш адамдардан сақ бол. Өсек оттан да жаман дейді дана халқымыз. Өсек айтқан адам бүгін біреуді жамандаса, ертең сені де солай сырттай жамандауы мүмкін. Ондай адам үйіңе кірсе, шаңырағыңа тыныштық емес, күдік пен алауыздық алып келеді. Үшіншіден, берекені бағаламайтын, қадір білмейтін адамдарды жақындатпа. Қазақ қонақ келсе құт деген, бірақ әр қонақ құт емес. Егер адам сенің дастарханыңды бағаламай, еңбегіңді елемей, тек өз пайдасын ғана ойласа, ол үйіңе береке емес, салмақ түсіреді. Төртіншіден, жаман әдетке үйір адамдардан аулақ бол. Ішімдікке, жалқаулыққа, бос сөзге жақын адам сенің де өміріңе әсер етеді. Қариялар кіммен жүрсең, соны ілесің деп бекер айтпаған. Үйің тәрбие орны. Ол жерге тек жақсы энергия, жақсы мінез кіруі керек. Бесіншіден, сыйластықты білмейтін, үлкенді құрметтемейтін адамды үйіңе жолатпа. Қазақ үшін үй тек баспана емес, ол тәрбие мен ізеттіліктің ортасы. Үлкенге құрмет, кішіге ізет сақталмаған жерде береке болмайды. Көпті көрген қариялар бір сөзінде былай дейді: үйіңе кірген адам жүрегіне де кіреді. Сондықтан әр адамға есігіңді ашпас бұрын, оның ниеті мен мінезіне қара. Жақсы адам ырыс, жаман адам ұрыс дейді. Мағынасы анық. Жақсы адам келсе, үйіңе қуаныш, жылулық әкеледі. Ал жаман адам келсе, сөзбен де, мінезімен де тыныштығыңды бұзады. Сондықтан әркім өз шаңырағын өзі қорғай білуі керек. Үйің сенің әлемің. Оған кім кіретінін таңдау сенің ақылың мен парасатыңа байланысты. Жақсы адамды қадірле, жаманнан өзіңді қорға, өйткені үйіңнің берекесі сенің таңдауыңда. Ата-бабаларымыз үйді тек 4 қабырға деп қарамаған. Олар үшін үй рухани кеңістік, отбасының амандығы мен бірлігінің белгісі болған. Сол себепті босағаң берік болсын деп бата берген. Босаға берік болу үшін оған кім көрінгенді кіргізе беру жеткіліксіз. Керісінше, әр адамға сын көзбен қарау керек. Тағы бір сақтанатын жайт – екі жүзді адамдар. Ондай адам сенің алдыңда күліп сөйлеп, артыңнан басқа сөз айтады. Қариялар мұндайды жүзінде жылу, ішінде у деп сипаттаған. Мұндай адамдар үйіңе кірсе сенің сеніміңді бұзады. Ал сенім бұзылған жерде ешқашан шынайы тыныштық болмайды. Сондай-ақ қанағатсыз, тойымсыз адамдардан да сақ болған жөн. Қазақ қанағат қарын тойғызар дейді, ал қанағаты жоқ адам ешқашан разы болмайды. Бергенің аз көрінеді, жасағаның жеткіліксіз болады. Мұндай адам үйіңе келсе, ризашылық емес, реніш қалдырып кетеді. Көпті көрген қариялар тағы бір маңызды нәрсені ескертеді. Үйіңе келген адам ниетімен келеді. Яғни әр адамның ішкі ойы, пейілі бар. Бірі ақ ниетпен келеді, бірі есеппен келеді. Сондықтан адамның сөзіне ғана емес, ісіне, көз қарасына, жалпы болмысына мән беру керек. Жаман қонақ кетсе де ізі қалады дейді.
бұл тек сөз емес. Кей адамдар кетсе де, артынан ауыр әсер, жағымсыз көңіл күй қалдырады. Ал жақсы адам кетсе де, жүрегінде жылылық қалдырады. Міне, айырмашылық осында. Сондықтан дана кісілер үйіңе кім келсе, сонымен тең боласын деп айтқан. Егер сенің үйіңе жиі жақсы, тәрбиелі, ниеті түзі адамдар келсе, сенің де өмірің солардай нұрланады. Ал керісінше болса, адамның өзі де байқамай өзгере бастайды. Өмірде кейде ұят болады деп, немесе қалай айтамын деп, өзіміз қаламайтын адамдарды да үйге кіргізіп жатамыз. Бірақ қариялар мұндайда ұят иманнан, бірақ орынсыз ұят зиян дейді. Яғни өз шекараңды қорғау ұят емес, ол ақылдылық. Ең бастысы, үйіңе кіретін адам жүрегіне ауырлық емес, жеңілдік әкелсін. Себебі үй демалатын, тыныштық табатын жер. Егер ол жерде сен өзіңді еркін сезінбесең, онда оның қадірі кетеді. Сол үшін әрдайым есте ұста. Есігіңді ашпас бұрын жүрегіңді тыңда. Жүрегің қабылдамаған адамды үйің де қабылдамасын. Тағы бір ескертетін нәрсе, арам пиғылды, пайда күнем адамдар. Ондай адам сенің жағдайың жақсы кезде ғана жаныңнан табылады, ал қиындық туғанда жоқ болады. Қариялар мұндайды пайдасы біткен жерде достығы бітетін адам деп айтқан. Ондай адам үйіңе келсе, ол саған емес, сендегі дүниеге, жағдайға қызығады. Ал мұндай ниет ешқашан береке әкелмейді. Сонымен қатар сабырсыз, ашушаң адамдардан да абай бол. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді халқымыз. Ашумен келген адам бір ауыз сөзбен-ақ үйдің берекесін қашырады. Үй ішіндегі тыныштықты сақтау үшін ондай мінезді адамдарды шектей білу керек. Көпті көрген қариялар тағы былай дейді. Адамның кім екенін дастархан басында таны. Расымен де адамның шынайы болмысы көбіне дастархан басында еркін отырған кезде көрінеді. Қалай сөйлейді, қалай сыйлайды, қалай алғыс айтады, бәрі оның тәрбиесін көрсетеді. Сол арқылы сен кімге есігіңді ашу керек, кімге ашпау керек екенін түсінесің. Тағы бір маңызды нәрсе, сенімге селкеу түсіретін адамдар. Бір рет алдаған, бір рет уәдесінде тұрмаған адамды қайтадан үйіңе жақындату, өзіңе зиян жасау. Қазақта жыланның уы тісінде, адамның уы ішінде деген сөз бар. Кей адамның зияны бірден емес, біртіндеп білінеді. Қариялар өмірден түйген тағы бір даналық, үйің сенің айнаң. Яғни сенің өміріңдегі адамдар сенің таңдауыңды көрсетеді. Егер айналаңда сенімді, ақ көңіл, тәрбиелі жандар болса, бұл сенің дұрыс жолда екеніңнің белгісі. Ал керісінше болса, ойланып өз ортаңды өзгерту керек. Сондай-ақ шүкір етпейтін, үнемі наразы адамдардан да аулақ болған жөн. Олар қай жерде жүрсе де сол жердің шырайын бұзады. Ризашылық бар жерде береке бар дейді қазақ. Ал риза емес адам ешқашан қуаныш әкелмейді. Өмірдің тағы бір шындығы, кей адамдарды сыртқа итерудің қажеті жоқ. Тек арақашықтық сақтаудың өзі жеткілікті. Әркімді өз орнында қалдыру, бұл да даналық. Қариялар әркімнің өз жолы бар деп бекер айтпаған. Есігіңді кімге ашсаң, тағдырыңды соған жақындатасың дейді. Сондықтан асықпай таңда, үйіңе тек ниеті таза, сөзі дұрыс, жүрегі жұмсақ адамдарды ғана кіргіз. Өйткені жақсы адам келген үй нұрланады, жаман адам келген үй мұңланады. Үйге кіргізетін адамды алдымен жүрегіңмен сез. Ниеті бұзық адамды ерте танып, алыстат. Әр күлімсіреген адамды шынайы деп ойлама. Өсек айтатын адамнан қашық бол. Сеніміңді ақтамаған адамға қайта есік ашпа. Үйің тыныштық мекені, оны сақта. Қызғаншақ адамды жақындатпа. Қонақтың көптігі емес, сапасы маңызды.
Сені құрметтемейтін адамды төріңе шығарма. Әр келген адам үйіңнің энергиясын өзгертеді. Ашушаң адам берекені қашырады, сақ бол. Қанағатсыз адам ешқашан риза болмайды. Екі жүзді адамнан шынайылық күтпе. Жаман әдеті бар адамнан үйіңді қорға. Сөзі мен ісі сәйкес келмейтін адамға сенбе. Үйіңе кірген адам өміріңе кіреді. Әр кімге есігіңді аша берме. Бұл әлсіздік емес. Шекара қою, өзіңді құрметтеу. Көңілің қаламаған адамды күш деп қабылдама. Жақсы адамдарды қадірле, олар аз. Ризашылық білдірмейтін адамнан жылылық күтпе. Үйіңе жарық көңілді адамдарды ғана шақыр. Жаман сөз айтатын адам берекені бұзады. Ішкі тыныштығың бәрінен маңызды. Өзің өзгерсең, ортаң да өзгереді. Жақсы орта, жақсы өмірдің бастауы. Кіммен аралассаң, соған ұқсайсың. Үйіңді емес, жүрегіңді де қорға. Күмән тудырған адамнан бір қадам артта тұр. Есігіңді ашпас бұрын ақылыңмен өлшеп, жүрегіңмен шеш. Үйіңе кім кірсе, сол сенің өміріңе әсер етеді. Сондықтан таңдауыңды дұрыс жаса. Сонда ғана шаңырағында тыныштық пен береке болады. Үйіңнің есігін емес, алдымен жүрегіңнің есігін бақыла. Ниеті жаман адамды ерте танып, алыста. Өзіңді сыйламаған адамды үйіңе кіргізбе. Үйің тыныштық орны, оны қорғай біл. Өсекші адамнан береке күтпе. Көңілің қаламаған адамға жоқ деп айта біл. Әркімге бірдей ашық болу даналық емес. Жақсы орта, жақсы өмірдің кепілі. Сөзі мен ісі бір адамды ғана жақындады. Қызғаншақ адам сенің бақытыңды көтере алмайды. Ашуға ерген адамнан ақыл шықпайды. Қанағатсыз адаммен араласу шаршау. Бір рет алдаған адамға екінші мүмкіндік беруде сақ бол. Үйіңе кірген адам сенің әлеміңе кіреді. Ішкі тыныштығыңды ешкімге құрбан етпе. Әрбір адам сенің уақытыңа лайық емес. Жақсы адамдарды жоғалтпау үлкен өнер. Өз таңдауың дұрыс болса, өміріңде дұрыс бағыт алады. Өмірдегі ең үлкен қорған ақыл мен таңдау. Кімді жақындатсаң, сол сенің тағдырыңа әсер етеді. Үйің сенің ішкі әлеміңнің көрінісі. Әр келген адам сенің тыныштығыңа әсер етеді. Ниеті таза адам ғана береке әкеледі. Жаман адамды кіргізу, өз қолыңмен тыныштығыңды бұзу. Сенім ең қымбат байлық, оны әркімге бере берме. Үйіңе кірген сөз де, адам да сүзгіден өтуі керек. Ішкі тыныштық кез келген қонақтан маңызды. Жақсы адам үйіңе нұр, жаман адам көлеңке әкеледі. Кіммен аралассаң, соның әсерін аласың. Үйіңе келген адам мінезіңе де ықпал етеді. Бір жаман адам 100 жақсыны бұзуы мүмкін. Жүрегің қабылдамаған адамды үйің де қабылдамасын. Адамның шынайы беті еркін ортада ашылады. Рухани тазалық үйдің нағыз байлығы. Құрмет жоқ жерде береке болмайды. Әр адам сенің өміріңе бір із қалдырады. Жақсыны таңдау саналы өмірдің белгісі. Шекара сақтау әлсіздік емес, ақылдылық. Жаманнан алшақтау, өзіңе жақындау. Үйіңнің берекесі сенің таңдауыңда. Адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі кімге есігін ашу. Себебі сол шешім оның тыныштығын да, тағдырын да айқындайды. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.